Кейбіреулер айтады, мына біздің президент дейді, бізді әкесінде тамақ берсін, бізді киіндірсін дейді. Дүние жүзінде әркімді сұраған барып киіндіріп, аузына тамақ беретін президент жоқ. Ол менің міндетім емес. Менің міндетім жағдай жасау. Сондықтан болашақ өмірде қолынан іс келетін адамдар іскерлік керек, сергектік керек, енжарлық керек жоқ. Енжер адам, жұмыс істемейтін жалқау адам қоғамның табанына түсіп қаңғып кетеді. Өзіне өзі істеген мәселе. Бір. Ал енді іскер адам, зергек адам бай болады, болсын. Халық неғұрлым бай болса, өкімет бай болады. Сондықтан өкімет жағынан тек қана зейнеткерлерді дегенде көп балалар аналарға қалай қатты көмектесу керек екенін ойлап жүрмін мен қазір. Ең бірінші көмекті. Себебі ол халықтың болашағы сонда. Сол балалар қалай өседі, кім болады? Соны ойлап жүрмін қазір мен, ең бірінші. Сонан кейін мүгедектерді. Міне осыларға көмектеседі өкімет. Басқалар өз дәнін өзі теріп алу керек. Өз жағдайын өзі шешу керек.